Қайырлы күн, қымбатты көрермендерім. Сіздермен Сарыағаш тәттілері. Біз сіздермен бүгінгі бағдарламада осындай шиеден әдемі тосап дайындайтын боламыз. Және осы тосапты дайындай отырып, әдеттегідей қиссамызды баяндаймыз. Бүгінгі қиссамыздың тақырыбы Дәуіт пайғамбар қиссасы. Дәуіт әрі пайғамбар, әрі патша болды. Ол әділ патша атанам деп жұпыны киініп, елді аралап жүретін. Кездескен адамынан патшаңыз қандай кісі деп сұрайды екен. Олар жарыса патшамыз өте әділ, біреуге қылдай қиянат қылған емес. Тақта отырса да елдің жағдайын 5 саусағындай біліп отырады. Көреген әрі ақылды деп мақтаса, көңілі марқайып қалады екен. Бір күні базардағы етікшіден патшаңыз қалай, жақсы ма деп сұрайды. Қарт, жоқ, нашар, үнемі елді аралап қыдырып жүреді, жаны қиналып кәсіп қылмайды, халықтың есебінен ішіп жейді деді. Бұл сөз Дәуіттің жүрегіне ауыр тиді. Ол Құдайға: «Я Алла, нанымды адал тауып жейін, маған өнер үйрет» деп жалбарынды. Алла оған сүйек тістеген бір итті жіберіп: «Ақылды болсаң, осы иттен кәсіп үйрен» деді. Дәуіт: «Ит маған не үйретеді?» деп қомсынып тұрды. Сол кезде ит алдыңғы 2 аяғын айқастырып сүйек мүжіді. Дәуіт иттің аяқпен жасаған амалына қарап қысқаша ойлап табады. Жаңа сайман темірді қысуға өте ыңғайлы болып шыға келеді. Ұлық Алла итекеш иттен арланбай өнер үйренгені үшін оған риза болып ұсталық қасиет тартады. Дәуіт ұсталықты кәсіп етіп, адал нан табады. Ол көптеген құрал сайман жасап, елдің игілігіне жаратады. Сырға, білезік соғып, зергерлікті дамытады. Осылайша ел арасында зергердің бірі Дәуіт пайғамбар деген сөз қалыпты. Дәуіт пен Әзірейіл періште. Бірде Дәуіт пайғамбар, Әзірейіл періште екеуі сұхбаттасып отырғанда, олардың үстінде Дәуіттен қарыз сұрап бір жігіт кіріп келеді. Дәуіт оған ақша берді. Ол кеткен соң жан алушы періште: «Ей Дәуіт, сен мына жігітке қарыз беріп жатырсың. Құдайдың әмірімен жігіттің жанын 7 күннен соң аламын. Ол ажалынан бейхабар, ақыретпен ісі жоқ. Сауда жасаймын деп сенен қарыз алып жатыр» деді. Арада 2 апта өткен соң жігіт Дәуітке қарызын қайтарады. Пайғамбар оның тірі жүргенін көріп Әзірейілден: «Әй, мына жігіт сау саламат әлі жүр ғой» деп сұрады. Сонда Әзірейіл: «Жоқ Дәуіт, жігіттің ажалы толып еді. Сенің үйіңнен шығып бара жатып, жолда қайыршы жетім баланы көрді. Оған мейірімі түсіп, қолындағы бар ақшасын бере салды. Жетім бала қуанып: «Аға, Алла сізге өмір берсін» деді. Жетімнің тілегі қабыл болып, Алла оның ғұмырын ұзартты, несібесін көбейтті депті. Садақа бәлені жояды деген нақыл сөз осыдан қалған екен. Дәуіттің 30 ұлы. Дәуіт пайғамбардың 30 ұлы болған екен. Бірде құлшылық уақыты таяғанда ол ұлдарын ертіп мешітке келеді. Халық жиналып үлгермепті. 30 ұлымда бір жамағат қой деп жұртты күтпестен ұлдарымен ғибадатты бастап кетті. Намазда 2 жаққа сәлем беріп жатып, расында да өзімнің әулетім бір қауым ел екен деп бастамшылық ойлады. Намаз бітіп бата жасаларда 30 ұлы сәждеден тұрмай қалды. Дәуіт секем алып тексініп қалды. Астамшылық ойлап, халықты күтпеген үшін Алла оның 30 ұлына сол мезетте қаза жеткізген екен. Қателігін түсінген Дәуіт 40 күн бойы бас көтермей Алладан кешірім сұрап жатып алды. Рахман Құдай оның күнәсін кешіп Дәуітке: «30 ұлыңды қайтарып берейін бе, әлде 30-на татитын бір ұл берейін бе?» деді. Аллаға екі еткен жараспайды. Пендесі оның жіберген қазасымен таласпайды. Құдай салды, біз көндік, 30-на татитын тағы бір ұл бер деді. Ұлық Алла тілегін қабыл алып, көп кешікпей ұлды болды. Есімін Сүлеймен деп қойды деп бүгінгі қиссамызды аяқтаймыз. Және мінекей достар, менің әдемі варенье шиеден жасалған тосабымыз дайын. Міне енді кереметтей осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Және де менің видеоларым, қиссаларым ұнаған болса,
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда сіздер менің шыққан видеоларымды алғашқы болып көретін боласыздар. Ал жақсы сау болыңыздар. Келесі бағдарламада кездескенше өмірлеріңіз мәнге, дастархандарыңыз дәмге толсын.